Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Көркем еңбек пәні сабағы. Сыныбы 5-ші сынып, қыздар тобы. Бүгінгі өтілетін тақырыбымыз көкөністерден салат әзірлеу технологиясы. Сабаққа негізделген оқу мақсаттарына сілтеме. Көкөністерден салат әзірлеу технологиясын сипаттау және зерделеу. Сабақ мақсаттары: салат дайындау үшін көкөніс түрлерін, олардың маңызын, салат дайындау ережелерін түсіндіру. Қысқаша тезисті конспект. Көкөністер бағалы тағам. Көкөністерде адам ағзасына қажетті дәрумендер мен минералды тұздар, сондай-ақ белоктар, әртүрлі органикалық қышқылдар, эфир майлары мол. Мысалы, картоп крахмалға, қызылша қантқа бай. 40 қабатта С дәрумені, ал сәбізде А дәрумені көп. Қызанақтың құрамында адам организміне пайдасы мол В1, В2, В5, В6 және А, Е, С дәрумендері бар. Қызанақты үнемі пайдалана отырып, иммундық жүйені нығайтып, жүрек қызметін жақсартып, ас қорытуды реттеп, холестеринді азайтуға болады. Мысалы, салат дайындаудың технологиялық сызбасы бойынша дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Азық-түліктердің аттары: қияр, қызанақ, орамжапырақ, көкпияз, салат жапырақтары, майонез, тұз. Мөлшері бойынша: қияр 100 грамм, қызанақ 100 грамм, орамжапырақ 100 грамм, көкпияз 1 түп, салат жапырақтар 1 түп, майонез 100 грамм, тұз қалауыңызша. Дайындалу технологиясы бойынша: қиярды жуып, қалыңдығы 2-3 см тілімдеп тураймыз. Қызанақты жуып, қалыңдығын 2-3 см тілімдеп тураймыз. Орамжапырақты шыбықшалап тураймыз. Көкпиязды майдалап тураймыз. Салат жапырақтарын шыбықшалап турап, жартысын әсемдеуге қалдырамыз. Азықтарды қосып, қалауыңызша тұз салып, майонез салып, ақырындап араластырамыз. Пайдаланылатын құрал-жабдықтар: пышақ, тақтайша және дайын болған салаттарымызға ыдыс, арнайы шай қасықтар. Дәруменді салаттар. Бірінші, қызылша қосылған дәруменді салат. Екінші, қызанақ, қияр қосылған дәруменді салат. Үшінші, майонез қосылған дәруменді салаттар. Сұрақ-жауап. Дәруменді салат дайындау үшін қандай көкөністер керек? Салат дайындау үшін қандай құрал-жабдықтар қолданылады? Көкөністерді адам ағзасына қандай пайдасы бар? Салат дайындау үшін көкөністерді тураудың қандай түрін таңдадыңдар? Оқушылар, бұл сұраққа жауапты дәптерлеріңізге жазып, маған жібересіздер. Жетістіктер баспалдағы. Бірінші, мүлдем түсінбедім. Екінші, сұрағым бар. Үшінші, түсіндім. Төртінші, жақсы түсіндім. Назарларыңызға рахмет. Сабағымыз бітті.